Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шартты және терналы операторларды қолданып бағдарламалар құру. Алдыңғы сабақта өткеніміздей, берілген тапсырмаларды біз жоғарыдан төмен қарай алгоритм бойынша құрастырдық. Мына блок схема қарайтын болсақ, программаның басы А және Б мәндерін енгізу, S-тен А қосылған Б формуласы арқылы шығару және осы бойынша S мәнін экранға шығарып, программаны аяқтау. Ал енді кейбір тапсырмаларда бізге белгілі бір шарт бойынша орындау қажет болады. Яғни шарт беріледі, ондағысы егер шартымыз дұрыс болса, бірінші әрекет орын алады, егер де жоқ, бұл әрекетіміз дұрыс емес болған жағдайда екінші әрекет орындалады. Шартты оператор. Шартты операторын жазған кезде міндетті түрде if атты кілттік сөзден бастаймыз. If дегеніміз қазақша аударсақ, егер де деген мағынаны білдіреді. Мына мысалды қарастырсақ, int x-тен convert to int 32 console readline. Бұл дегеніміз пайдаланушы, яғни қандай да бір пайдаланушы осы қара экранға x мәнін енгізу қажет. Енгізу. Console readline бұл енгізу. Ары қарай шарт орындалады. Егер де енгізілген сан 10-нан үлкен болса, онда бізде жүйелік жақшаның ішіндегі инструкциямыз орындалады. Console readline x. Бұны Visual Studio 2019 ортасында жазып көрейік. Создание проекта. Консольное приложение NetFramework. Имя проекта қалдырамын. Яғни десктоп дегеніміз рабочий столда сақтаймын. Ары қарай консольды приложениені бізге дайындап береді Visual Studio. Оны static void main кейінгі жүйелік жақшада жазатын боламын, маған қажетті кодты. Мен оны алдын ала жазып қойған болатынмын уақыт үнемдеу үшін бұл видеода. Сіздер видеоны паузаға қойып, менен қайталасаңыздар болады. Сіздер практикалық жұмысты өздеріңіз қолмен жасаңыздар, түсінікті болады сіздерге. Міне, қара экранымыз іске қосылды, программамызда ешқандай қате жоқ. Енді жыбырлықтап тұрған курсор бізден сан енгізуді, сан енгізсін деп күтіп тұр. Енді санды енгізейік, мысалы 25. Маған экранға 25 санды қайтадан қайтарып берді. Себебі шарт бойынша егер де x, яғни 25 оннан үлкен болса, онда экранға қайтадан x мәнін шығарады. Мінеке шығарды. Ал егер де бұл біздің мәніміз жалған болған жағдайда. Және айта кететін жағдай, бұл біздің if операторымыз бұл атты мәліметтер, логикалық мәліметтер типтерін true және false, ақиқат және жалған мәндерін қабылдайды. Енді қараңыздар. 5 деген санын енгізейін. Яғни 5 10-нан үлкен емес, яғни false. Бұл жалған. Сондықтан да маған console readline x деген инструкцияны шығармады. Осылайша біздің шартты операторымыздың логикасы жұмыс істейді. Ары қарай. Синтаксисіне көшетін болсақ, айтып кеткенімдей if егер де шарт қойылады. Бұл if шартты операторы логикалық мәліметтер типтерін қабылдайды. True және false мәндерін ақиқат жалған. Егер де true ақиқат болған жағдайда, жүйелік жақшаның ішіндегі инструкция тізбегі орындалады. Ал false жалған болған жағдайда, ол осы шарттың ішіне кірмей, келесі жазылған блоктарды, келесі кодтарды орындап кете береді. Кіріктірілген if инструкциясы. Бұл дегеніміз if шартты операторының ішіне тағы да if атты шартты операторын қолданып жазуымызға болады. Бұл мысалда x, y мәндерін енгізу қажет, және де x оның үлкен болса, яғни true болған жағдайда келесі жүйелік жақшаның ішіндегі шарт орындалады if. Егер де бұл да if y кіші 8-ден болған жағдайда, яғни ақиқат болса, онда console readline осы екі санның қосындысын тауып береді. Бұның барлығы true болған жағдайда. Егер де false болса, бірінші шартымыз false болса, онда бұл келесі жүйелік жақшаның ішіндегі командаларды орындамайды. Оны да тексеріп көрейік Visual Studio ортасында. Мінеке көшіріп алып, арнайы орынға қоямын және тексеріске жіберемін.
менен x және y мәндерін сұрап тұр. X-ке 20 деген санды берейік, Y-ке 5 деген санды. Екеуінің қосындысын шығарды. Яғни қараңыздар, егер де X-іміз 20 үлкен 10-нан true, ақиқат. Келесі жүйелі жақша орындалды. Егер де Y, яғни 5 8-ден кіші true, ақиқат. Бізге жүйелі жақшаның ішіндегі console write line командасы инструкциясы орындалып, X қосылған Y, яғни 20 қосылған 5, экранға 25 санын шығарды. Келесі, шартты операторының толық жазбасы, мінеки, осылай болады негізгі толық жазбасы. Егер де шарт орындалады, шарт тексеріледі. Бұл шартымыз ақиқат болса, true, онда if шартының инструкциясы орындалады. Ал егер жалған болған жағдайда, бізде else, әйтпесе деген операторымыз орындалады. Бұл шартты операторының толық нұсқасы. Я және жоқ. Біз алдыңдағы слайдтардан тек қана if қысқартылған жазбаны орындадық, егер де деген. Ал енді бізде кейбір есептерде болады, жаңағыдай жалған болған жағдайда экранға не шығару қажет. Осы кезде біз осы толық жазбаны қолданатын боламыз. Практикалық жұмысқа кіріссек, мынандай бізге жаңағыдай есеп берілген. Программа. Бұл 10 сан ба, әлде теріс сан ба? Біз білеміз математика пәнінен. Егер де санның 10 немесе терісін анықтайтын болсақ, ол 0-ден үлкен болса 10 сан, 0-ден кіші болса теріс сан, жаңағы теріс санды бізге экранға шығарып береді. Осы есепті Visual Studio'да орындап көрейік. Және де қайталап айтамын, мен жазған жаңағыдай есептердің барлығын өздеріңіз Visual Studio ортасын орнатып, немесе Visual Studio ортасы болмаса aldion.com онлайн редакторына кіріп, сайттан жаңағыдай есептерді шығарып көрсеңіздер болады. Қараңыздар, бұл жерде мен қазір 10 деген санды шығарсам, 10 деген санды жазамын. Бұл бізде қате деп шығарып тұр. Мінеке, мына жерде қате. Args деген аргумент алып тастау қажет дейді. Және де мына жерде артық жүйелі жақша кетіп қалған. Енді ешқандай қате жоқ, қайттан тексеріске жіберемін. 10 деген санды енгізейін. Маған плюс таңбасын экранға шығарды, яғни егер де енгізген санымыз 10-нан 0-ден үлкен болса, онда бізде бұл 10 сан. Ал егер де кіші болса, мысалы, қайттан тексеріске жіберемін деп, -1 дейін. Әйтпесе, бізге else деген команда жүзеге асып, теріс санды, яғни теріс мәнді минус таңбасын шығарып берді. Visual Studio'да жаңағы C# бағдарламалы тілі осындай логикамен жұмыс істейді. Және де айта кететін бір жағдай, шартты операторында салыстыру операциялары жаңағыдай өте бұл жерде өте үлкен рөлді атқарады. Мысалы, мына мысалды қарастырайық. In B тен 2, in C тен 3, in D 2 деген мәнге тең. Енді console write line B үлкен C-дан. B-мыз 2-ге тең, C-мыз 3-ге. Сонда бізге false. B, яғни 2 3-тен үлкен емес. Жалған мәнді шығарады. Келесі B кіші C-дан. True, яғни ақиқат. B-мыз 2-ге тең, C-мыз 3-ге. 2 3-тен кіші ғой. Дұрыс. Ақиқат true. Келесіміз false деген мәнін шығарды. B кіші не тең 3-ге. Бұл бізде кіші емес үлкен не тең деп тұр. 2 3-тен үлкен де емес, тең де емес. Сондықтан false мәнін шығарды. Келесі B-мыз 2-ге тең, D-мыз 2-ге тең. Яғни true. B үлкен, яғни 2 үлкен 2-ден, немесе тең. Тең ғой, дұрыс. True деген мәнді шығарады. Келесі B тең жаңағыдай C-ға. Жалған. Себебі 2 3-ге тең емес. B тең D-ға. Тең ғой, 2 2-ге тең. Дұрыс. Ал енді келесі, ол бізде B тең емес C-ға, яғни 2 3-ге тең емес. Мына леп белгісі тең емес деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы жаңағыдай программаны
Visual Studio'да жазатын болсақ, бізге тура осындай мәндерді шығарып береді. Тексеріске жібереміз. Мінеки. False, true, false, true, false, true, true. Айтып өткеніндей, шартты оператор логикалық мәліметтер типтерінің false және true мәндерін қабылдайды. Ақиқат және жалған. Осы логикалық тип арқылы бізге экранға қажетті мәліметтерді шығарып береді. Келесі практикалық жұмысымыз екі сан берілген. Осы екі сан бір-біріне тең екенін анықтау. Жаңағыдай осы мысалды өздеріңіз Visual Studio 2019 ортасында жазып, тексеріп көріңіздер. А, Б мәндерін енгіземіз, және де шарт тексеріледі. Егер де, мысалы, 2 деген санды енгізсем, Б-ға 3 деген санды енгізсем. Бұл ақиқат бола ма, жалған бола ма? 2-міз 3-ке тең емес, сондықтан да else инструкциясы орындалатын болады. Ал 2-ні 2 және 2 деп беретін болсам, онда if шартты операторы орындалып, бізге экранға yes деген сөзді шығарып береді. Келесі практикалық жұмысымыз. Бұл практикалық жұмысты осы видеоны көріп отырып жазып, маған дұрыс жауабын айтыңыздар. Мен сіздерге 2-3 минут уақыт беремін. Яғни бұл жерде 2 сан берілген. Int s тең 1-ге тең, int a 5-ге тең. Егер де s-міз 1-ден үлкен болса, онда бізде мына формуланы есептеп береді. A тең A қосылған s. Әйтпесе, келесі формуламызды s тең s қосылған A көбейтілген 2 мәнін шығарып, бізге формуласын барлығын шығарып, экранға жаңағыдай мына тізіммен көріп тұрған дұрыс варианттың біреуі шығады. Осының ішінен сіздер өздеріңіз шығарып көріңіздер. Берілген уақыт жетті деп ойлаймын. Дұрыс жауабы s тең 11, a тең 5. Бұл жерде қараңыздар, int s дегеніміз 1-ге тең, яғни 1-ден үлкен ба? Жоқ, ол тең ғой, 1-1-ден үлкен емес. Бұл инструкция жұмыс істемейді. Әйтпесе инструкциясы жұмыс дұрыс болады да, бұл жерде s тең, s-міз 1-ге тең, A-мыз 5-ге тең. Білеміз математика пәнінен бірінші көбейтінді, одан кейін қосынды орындалады. Яғни 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. Одан кейін 1-ді қосамыз 11. Яғни s-міз 11-ге тең, ал A-мыз 5-ге тең. Сонда дұрыс жауабы s тең 11, A тең 5.